Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы шаруашылық һәм биотехнология университеті Нүкіс филиалында 2025-2026 оқу жылында 52 профессор оқытушылар ілім-іздестіру педагогикалық жұмыстар істеп келмекте. Сонан 6 ілім докторы, 2 профессор, 24 ілім кандидатлары, философия докторлары құрайды. Қазіргі уақытта іліми дәрежелік 57,6% құрайды. 2025 жылда 10 ізденушілер ветеринария медицинасы һәм ауыл қожалығы экономика бағдарлары бойынша философия докторы PG іліми дәрежелерін алған болса, 2 ілім докторы ауыл қожалығы ілімдері бойынша диссертация жұмыстарын нәтижелі қорғады. Қазіргі уақытта филиалымызда 17 таяныштан 4 қанегелік бойынша іліми іздестіру жұмыстарын алып бармақта. Сондан бір өз бетінше ізденуші. 2026 жылда 2 ізденушілеріміз ветеринария медицинасы қанегелігі бойынша ветеринария медицинасы философия доктор PG іліми дәрежелерін іліми кеңестерде нәтижелі қорғап шықты. 2026 жылда 5 философия докторы һәм 1 ілім докторы диссертация жұмыстарын нәтижелі қорғауы режелестірілмекте. Филиалымызда 2025 жылда 6 республикалық, 1 халықаралық іліми техникалық конференциялар нәтижелі өткізілді. 2026 жылда 1 республикалық һәм 1 халықаралық іліми һәм іліми техникалық конференциялар өткізілуі режелестірілмекте. Филиалымызда 25 жылда қожалық шарттамалар есебінен 70 миллион сом бюджеттен тысқары қаржыларға сүрілген болса, 2026 жыл 6 ай давамында профессор оқытушылардың қожалықларға сервис қызметін көрсету нәтижесінде 35 миллионнан артық бюджеттен тысқары қаржылар түсірілді. 1 республикалық іліми һәм әмели жойбар қаржыландырылды. 1 халықаралық жойбар өзінің жұмыстарын алып бармақта.